Бет терісін қалай ағартуға болады? Бет терісін ағартуда ең жиі қолданылатын нәрселер айран, сүт өнімдері және лимон. Олардан басқа түрлі көкөністер мен жемістер. Төменде келтірілген маскаларда олардың барлығы бар. Алайда теріні түрлі дақтардың пайда болуынан сақтайтын ең басты нәрсе күн көзінен теріні қорғау. Ол үшін нарықта толы кез келген SPF факторы бар кремді қысы-жазы пайдалануды ұмытпаңыз. Достар, біздің еңбегімізді ескеру мақсатында тіркеліп, қолдап кетіңіздер және жаңа шыққан видеоны алу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Сүт пен банан қосылған маска. Бананды сүтке езіңіз. Нәтижесінде пайда болған ботқаны бетіңізге жағып 20 минут ұстаңыз. Жылы сумен жуыңыз. Балдан жасалған маска. Жылытылған балда беттің ағаруына көмектесе алады. Ол үшін балды жылытып, бетіңізге тегістеп жағыңыз. Бал 20 минуттай әсер етсін. Одан кейін бетке арналған жұмсақ ысқыштың көмегімен бетіңізді ысқылап жуыңыз. Ең соңында бетіңізді суық сумен шайыңыз. Бал мен жұмыртқадан жасалған маска. Бет терісі үшін бал қоспа ретінде де пайдалы. Бір ас қасық балды бір тауық жұмыртқасымен араластырып, бетіңізге жағыңыз. 15-20 минуттан кейін сумен жуып тастаңыз. Ас содасы мен лимоннан жасалған маска. Беттің қара дақтарын кетіруге ас содасы мен лимон шырыны да жақсы көмектеседі. Ас содасы мен лимон шырынын араластырып, абразивті паста жағдайына жеткенде бетіңізге жағып, скраб сияқты 2 күнде бір рет тазалаңыз. Егер бет терісі құрғақ болса, одан да сирек қолданғаныңыз жөн. Сумен шайғанда мұқият болыңыз. Сонда ұнтақтары терідегі ұсақ тесіктеріне кіріп, май бездерін бітеп тастауы мүмкін. Куркумадан жасалған маска. Адамдардың көбі біле бермейді, алайда тағамға сары түс беретін куркума ұнтағы бетті ағартуда да қолданылады. Ол үшін бір ас қасық куркума ұнтағын бір ас қасық апельсин шырынымен араластырып, су моншасында ысыту керек. Бұл маска кез келген дақтарды кетіруге көмектеседі. Осымен видеоның соңына жеттік. Арнада денсаулыққа пайдалы көптеген видеолар бар. Ол үшін каналға жазылып, өздеріңізге ұнаған пайдалы видеоларды көріңіздер. Туысқандарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Назарларыңызға рахмет.